Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз бастамас бұрын шүкіріңізді сұраймын. Менің алдымда тұрған әртүрлі сәттілердің түрлері берілген, өзіңіз қалаған дүниелерді алуыңызды сұраймын, және сол бойынша топтарға орналасыңыз. Сыртта әйнекті алғандар әйнек тобына, тәтті конфеттерді алғандар қағаз тобына, пластиктерді алғандар пластик тобына 3 топқа жайғасыңызды сұраймын. Орындарыңызға жайғасаңыз топ бойынша. Жақсы оқушылар, сәлематсыздар ма? Жақсы, отырамыз балалар. Бүгінгі сабағымыздың бастамасының бірінші сынып сағатында сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы көңіл күйде барлығымыз бірлесіп қатысып өзіңіздің белсенділіктеріңізді дамытуыңызды сұраймын. Ендеше балалар, барлығымыз экранға назар аударайық. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы қоқыстарды сұрыптау және қайта өңдеу деп аталады. Солай ма балалар? Енді мен жаңа сіздерді сырттан кіргізгенде өздеріңіз мәлімдеген шығарсыздар, менің алдымда тұрған әртүрлі тәттілер бойынша сіздерді 3 топқа бөлген болатын. Яғни бірінші тобымыз бізде әйнек тобы, екінші тобымыз бізде қағаз тобы, үшінші тобымыз бізде пластик тобы деп аталады. Солай ма балалар? Енді осылардың барлығын біз күнделікті өмірде, жалпы тұрмыста кеңінен барлығымыз көріп жүрміз ғой. Ендеше осы тақырыптың айналасында сіздерге дайындап келген қысқа метражды видеоролигім бар, соны тамашалауды сұраймын. Барлығыңыз экранға алыңыз. Қажетсіз нәрседен жаңа дүние жасау үшін оны қайта өңдеу қажет. Себебі біз қоқысқа лақтыратын заттардың жартысынан жаңа дүние жасауға болады. Мысалы, алюминий. Оны үнемі қайта өңдеп, жаңа дүниелер жасап шығарады. Оның көптігі сонша тізіп шығудың өзі оңай емес. Шыны да қайта өңдеуге болатын заттардың бірі. Оны үнемі жаңадан қолдануға болады. Қағаз да бірегей материал. Оны қайта өңдеу қоршаған ортаға зиян тигізбейді. Ескі қағаздан жаңасын жасау арқылы біз үнемдеп қана қоймаймыз, орманның шабуылын болдырмаймыз. 1 тоннадан астам қағаз қалдықтарын қайта өңдеуден өткізетін болсақ, 17 ағашқа аман қалады екенбіз. Пластик ең көп тараған материал болғанымен, ғаламшарымызға көп залалын тигізеді. Оны міндетті түрде қайта өңдеп, жайдан жай лақтыра салуға болмайды. Пластиктің 200 жылға жуық уақытта ыдырайтындығы белгілі. Пластик жерге түскенде ұсақ бөлшектерге ажырайды да, өзінен қоршаған ортаға химиялық заттарды бөле бастайды. Қоқысты қайта өңдегенде біз электр қуатын, жердің табиғи ресурстарды үнемдеп, ең басты табиғат иесі қорғаймыз. Қоқыстарды қайта өңдеуге болатындығын арнайы пластмассаларға салып кеңінен қолданамыз. Ендеше қазір сіздерге осы видеороликке байланысты экраннан сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға 3 топта белсене қатыса отырып жауап беруіңізді сұралады. Экранға назар. Бірінші сұрақ, 3 топқа да ортақ қойылатын сұрағының барлығы. Бірінші сұрақ, біз күнделікті өмірде қандай мөлшерде қоқыс тастаймыз? Әр топ өзі тұрып, екіншіде жауап беруге болады. Біз күнделікті өмірде қаншалықты қоқыс тастаймыз? Қандай қоқыстың түрлері тасталады? Ол жиналады ма жалпы? Күнделікті өмірде өте көп қоқыс тастаймыз, өйткені бір адамның өзіне бірнеше пластиктер кетеді. Біз дүкендерден өте түрлі пластиктерде қоршалған әртүрлі азық-түліктерді аламыз. Сонымен қатар ол қоршаған ортамызға өте көп зиянын тигізеді. Оны біз әрдайым осындай өңдеу жұмыстарынан өткізуіміз керек. Сонымен қатар ойыншықтардың өздері тек қана азық-түлік емес, ойыншықтардың өздері де керек емес ойыншықтар болса, сынған ойыншықтар болса, оның барлығы қоршаған ортаға зиянын тигізеді. Өте жақсы балдар. Келсеңіз жауабы. Тағы да ғана жауап береді басқа топтарда бірінші сұрақ бойынша. Ендеше екінші сұраққа назар аударайық. Қалай ойлайсыздар, неге бұрынғы уақытта көп қоқыс болған жоқ? Мына екі топтан жауап бар ма екен? Қағаз тобы, пластик тобы. Неге, қалай ойлайсыздар, неге бұрынғы уақытта қоқыс болған жоқ? Себебі дейтінім бұрынғы заманда көбінесе жаңа қазіргі шыққан біздің шыныдан,
пластиктен, темірден заттар көп жасалмайды екен. Ол кезде ағаштан основном, одан кейін таза темірден жасалатын болады. Сондықтан олар переработка қайта өңдеуге бармайды. Оны қолданады, жуып, сумен жуып, тазалап, қайтарып қойып, сол қайтарып қолданады. Солай оны қоқысқа тастап, немесе қоршаған ортаға зиянын келтіріп ластамайтын еді. Өте жақсы. Өте жақсы жауап берді. Тағы ғана толықтырамын деген тоқтар. Ғана толықтырамын. Қоқыс туралы бір ой кезде бет алам. Оның кездері жалпы Михаил айтқандай көп қағаз немесе қазіргі замандағы көп мөлшерде қоқыстар шығарылмайды. Ол кездері тек ағаш немесе табиғи қоршаған ортадағы табиғи ресурстарды және одан көп қоқыс шықпай және таза қоқыстар шығатын. Осы салыстырғанда, осы қазіргі заманмен салыстырғанда, қазіргі заманда көп қоқыс шығып, оған арналған экопункт дегендей тазарту және қайта өңдеу жұмыстары бар. Өте жақсы жауап алдым, иә балалар. Ендеше бұл көрген видеомыздан алынған проблемалық сұрақ болатын, енді жауаптары өте жақсы жауап берді деп есептеймін. Енді келесі тапсырмамыз балалар экранға назар. Қазір бастамасымен сіздердің алдарыңызда әр топтың алдында өзінің тақырыптарына, өзінің топтарының аттарына сәйкес көріп отырсаңыздар түрлі құралдар берілген. Көріп отырғаншаңыздар оқушылар сол құралдарды немесе сол қоқыстардан қандай нәрсені өңдеп шығаруымызға болады. Өзіңіз қалаған ішіңіздегі топпен ақылдасып, әр топташыға топтарыңызбен ақылдасып, бір өңдеп шығаратын құралды немесе белгілі бір затты, қандай затты ойлап табар едіңіз деп, сол бойынша ойларыңызды жинақтап, берілген көрсетілген уақытқа бағына отырып, бастауларыңызды сұраймын. Ендеше топтық жұмысқа кірісек, яғни қалдықтарды өңдеп, белгілі бір нәрсені жасап шығару болып табылады. Келесі тапсырма. Бәріміз бірге кірісеміз. Берілген уақыт басталды, келіп жатыр. Уақытқа міндетті түрде бағынамыз. Үш тобында, бірінші тобымыз әйнек тобы, екінші тобымыз қағаз тобы, үшінші топ пластик тобы. Қандай нәрселерді өңдеп жасап шығаруымызға болады? Және оқушылар сол жерде айтып кететін нәрсе, өңдеп шығарған нәрсеңізді міндетті түрде таныстырасыздар қорғауға, жақсы ма? Алдыңыздағы қалдықтардан қандай нәрселерді өңдеп шығарар едіңіз? Ақылдасайық тобы бойынша. Уақытқа экранға назар аударып береміз. Өте жақсы. Пластик тобы жұмыстар бастап кетті, өте жақсы. Әйнек тобы да кірісуде. Экранға уақытқа назар аударып береміз. Бірдей уақытта аяқтаймыз. Берілген уақыт және балдар қорғауға дайын отырады, жақсы ма, жақсы ма? Өздеріңізді қорғауға, әр топтан бір немесе екі адамнан қорғауға дайын отырады. Басқа жұмыстарыңыз бойынша. Бәріміз бірlikte жасайық балдар. Өте жақсы, әйнек тобы. Пластик тобы өте жақсы жұмыстар кірісіп жатыр. Қалдықтардан қандай нәрсе өңдеуге болатынын талқылап жатыр. Өте жақсы. Экранда уақытқа балдар назар аударып қоясыздар. Уақытқа бағынамыз. 7 минут секундымыз бар. Қорғайтындай етіп, жасауларыңызды сұраймын. Ойыңыз нақты жүйелі болу керек. Қандай нәрседен, қалдықтардан, қандай дүние жасап шығардық соның айналасында
болу керек. Өте жақсы қағаз толы қалдықтардан жасайтын алты минут 30 секундымыз бар. Балалар уақытта экранға назар аударып қойын. Сол уақыттың айналасында қандай нәрселерді өзіңіз қараласыздар? минут уақыттарыңыз бар, балалар. Жинақтайық ойымызды. Қандай қалдықтарды пайдаланды, не мақсатта пайдаланды, ол қалдықтардан қандай нәрсе өңдеп жасап шығаруға болады. Сол бойынша дайын тұрсын ақпараттарыңыз. Ақылдасыңыздар бұл бойынша бірнеше алдарыңызда құралдардың түрлері көрсетілген, қалдықтардың түрлері бар, жайғастырып құралдарыңыз бар. 4 минут 30 секундтарыңыз бар, экранға қарап қоямыз уақытта. Үлгеріп жаттыққа қағаз болды. Өте жақсы, үш топта бір-бірімен ақылдасыңдар. Қорғайтын сөздер, әйнек тобы, өте жақсы. Қағаз тобы да өте жақсы ақылдасып жатыр. Пластик тобы өте жақсы. Ойларыңызды жинақтап. Қағаз тобы жетіспей тоқтады. 3 минуттай уақытымыз қалды. Үлгереді деп есептеймін. Себебі аяқтаған жұмыстарды міндетті түрде топтың ішінен өзіңіз қалаған бір немесе екі оқушы қорғап алып шығу керек. Қандай қалдықтан, қандай нәрсені ойлап таптыңыздар, сол ол ашылу керек. Өте жақсы. Пластик тобы дайын отырмыз ау деп ойлаймын. 3 минут уақыттарыңыз қалды балалар. Ойларыңызды жинақтайық. Болдық па балдар? 3 топта болып қалдық па? 2 минут 30 секундымыз қалды. Ойларыңызды жинақтаңыздар. Айтатын қорғайтын нәрселеріңізге дайын болыңыздар. Пайдаланылған қалдықтардың түрлерін міндетті түрде айтып шығасыздар. Қандай қалдық түрлерін пайдаландыңыздар? Қалай оны жүзеге асырдыңыздар? Не мақсатта қолдандыңыз және қандай бұйым жасап шығардыңыз?
Akılda sayı uçtum. Uylarmış. Ekranda vaqtga bakmamız. 1 minut 30 sekundlarımız kaldı. Üçtü bарлық жұмыстарды толық аяқтау керек уақытында. Және қорғауға дайын тұру керек. Жақсы оқушылар болды. Уақыттың болуына байланысты және өздеріңіздің алдыңыздағы қалдықтардан жасалған бұйымдарды оқушылар тынышталамыз. Қалдықтарды қалай өңдедіңіздер, не ойлап жасадыңыздар түрмен ақылдасып, ендеше алғашқы бұл қорғауға әйнекті шақырамыз, қандай бұйым түрін өңдеп жасап шығарған. Қағаз болып барлығымыз жазамыз, тақтада болатын болсын. Әбілқайыр. Бірінші топ болған болсын. Бәріміз қараймыз, тынышталамыз. Біз өзіміздің тобымызбен ортақ шешімге келе біз екі дүние ойлап таптық. Оның біріншісі ол бөлмені хош иістендіргіш. Бұның мақсаты бөлмедегі жағымсыз иістерді шығарып, жақсы өзінің хош иісін бөлмеге тарату. Ол негізінде әйнекті қайта өңдеудің нәтижесінде ойлап табылған нәрсе. Ол өте жақсы безендірілген, оның ішінде хош иісті судың арқасында таяқшалары сол хош иісті суды бөлмеге шығарады. Бұл ерекше қорғау себебі бұл кәдімгі судан сағайды, кәдімгі ортада столда күнделікті күнде ерекше тазаланушыға Өте жақсы. Яғни өздеріне берген тапсырма бойынша әйнек қалдықтарынан біріншісінен балдар бізде диффузор жасап шығарған, яғни бөлме иістерін жақсарту керек, солай ма балдар? Екінші қалдық түрінен бізде соқ ішетін арнайы бутылкадан, яғни стеклодан арнайы гүл салатын құмыраны безендіріп ойлап тауып отыр. Өте жақсы, сол шапалақтаймыз. Өте жақсы. Өзінің тәртіптерімді ұсынамын, белсенді қатысқан достарға. Келесі топ бізде қағаз тобы, қордаға шығайық дайын болса, қағаз тобы келеміз. Қорғайтын оқушыларымызбен бірге. Екі адам көмесе, бір адам болса да болады. Мына жерге келе қойыңыздар ортаға. Ойымызды еркін жеткізейік балалар. Сосын басқаларымыз, басқа топ міндетті түрде қорғап жатқан топты тыңдауыңызды сұраймын. Қағаздан жасалған, қағаз тобы болғанда, қағаздан жасап, осындай мусорный пакет, қоқыс пакеттерін тарапта қағаздан жасап, осындай сыртында логотипі бар, қайта өңдеу логотипі ол дейтін. Біз дейтін қоқыстан алып, соны осындай керемет мусорный пакеттер шығардық. Келсеміз балдар, арнайы қағаздардан, алдындағы қалдықтардан белгілі бір мусорный пакеттерді дейді ғой, арнайы мусорный пакеттерді салуды ойлап тапқан. Және өздерінің ішінде қолданған компьютер қалдықтарын ішінен салып безендіріп қойған. Өте жақсы. Қарайсыздар. Бұл топқа да белсене қатысқан оқушыларына өзінің тәртіптерін ұсынамын. Келесі топ бізде 3 топ басып тобы қорғайтын оқушылар шығамыз. Қалған топтар мұқият тыңдаймыз. Келейік. Оларға көмектері мысалы, бізде екі тақырыптан осындай сандар жазып,
ойын түрлері түсініп отырсыз ғой. Қандай сандар берген мысалы бір осы 44 тиімді сіздер оны неге азырқаны 8 шығады. яғни балдар бізде арнайы соттардан шығатын крышкалардың өзінен де бірнеше ойын түрлерін ұйымдастыруға болады екен. Осылай балдар арнайы маркерлерді пайдаланып, мысалы ретінде санмен көрсетіп, математика сабақтарында оқушылардың ойларын дамыту үшін, қызықтыру үшін осындай кез келген қалдық түрінен өңдеу жұмыстарын жүзеге асыруымызға болады екен. Өте жақсы. Бұл топқа да өзінің қателерін ұсынамын. Яғни балдар бәріміз назарыңызды қарап, енді бұл жерде біздерге 3 топқа да өздерінен алдындағы қалдықтардан белгілі бір нәрсені өңдеп шығарды деп есептеймін. Өте жақсы жұмыс болды. Енді біздер балдар келесі жұмысқа көшетін болсақ, біз алдымыздағы қалдықтарды барлығымыз біліп отырып, танысып отырып, солай ма бұл қалдықтарды тек біз сынып ішінде ғана, мектепте ғана қандай қалдықтардан не нәрсе жасауға болатындығын біліп отырмыз ғой, солай ма? Және қорытындылап отырмыз. Енді оны қорытындылардың алдында сіздерге бұны тек қана Қазақстанның ішінде, тек сынып ішінде шектеліп қана қоймай, сол осы қалдықтарды өңдеу әлемдік деңгейде қалай жүріп жатырған жөнінде сіздерге экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Жақсы ма? Әлемдік деңгейде қалдықтардан қандай нәрселерді өңдеп жасап шығаруға болады?
өздерінің қалдықтан қалған бос заттарын не істеп отыр, арнайы заводтарда өңдеп қайта оны халықтың игілігіне пайдалануға беріп отырған тот қосылма киім түрлерін немесе әртүрлі қоқысқа тастайтын біздің өзіміздің баклажка немесе әртүрлі қоқыстың түрлерінен белгілі бір нәрсені қайта өңдеп шығаруға болатынын әлемдік деңгейдегі тәжірибеде біздер байқадық. Енді өздеріңіздің алдарыңызда бірнеше қалдықтың түрлері көрсетілген, солай ма? Мана бірнеше қалдықтар қалды ғой, енді пайдаландық, өңдедік, сараптадық, оны қорғадық. Сол қалдықтарды сіздер қалай орналастырар едіңіздер? Тақтаға назар аударсаңыздар, тақтада өздеріңіз топтарыңыз бойынша қағаз, әйнек, пластик қоқыстары сіздерге көрсетілген. Алдыңыздағы қалдықтарды сол жерге тастауыңызды сұраймын. Әр топтан екі оқушыдан болса да болады, қалдықтарды қалай орналастырар едіңіздер? Не мақсатта ол қалдықтарды тастайсыздар? Бірінші сұрыптарды қалай өзіңіздің алдыңызда қалдықтарды жинап алыңыздар, бір пакетке жинап алыңыздар. Алдыңызда қоқыс пакетке жинап алыңыздар. Алдарыңызда қоқыс пакетке жинап алыңыздар. Қоқыстарыңызды жинап жатырсыз ба? Жинап алғандар бар ма? Жұлдыз. Мына қоқыс жәшіктері көрсетілген балдар. Сол қоқыс жәшіктеріне өздеріңіздің қоқыстарыңызды бөліп жинауды сұраймын. Бірінші топ әйнек тобы керек, қоқыстарыңызды орналастырып, менің алдымдағы жәшіктерге арнайы қоқыс салатын керек. Қолдарыңыздан шыға беріңіздер, пакетке жинағандарыңыз. Келейік. Бұл топ бізде маскамен келе жатыр, арнайы. Не мақсатта ол қоқысты тастап жатқанды айтарсың? Қолыңызда қандай қалдық әйнек? Не үшін әйнекке салдыңыз? Қайта өңдеуге болады деп жатыр, өте жақсы болады. Кетсеңіздер, арнайы маскамен келе жатыр. Келесі топ бізде қағаз тобы. Қағаз тобы келейік, арнайы қоқыс пакетіне салып келеміз. Бұл топта маскамен шығып жатыр, сақтану жолдарын алдын алып жатыр. Арнайы жәшігіміз бар болса, барымыз барлық балдар бері қарап отырайық. Өздерінен шыққан қалдық қоқыстарын арнайы жәшіктерге орналастыруда. Не мақсатта орналастырып жатырмыз балалар? Өте жақсы. Себебі бұл қағаздарды қайтадан өңдеп шығаруға болады. Келесі топ, өте жақсы. Пластик тобы бізде. Бұл топта арнайы өзінің маскасымен келе жатыр. Салайыңыз. Не мақсатта салдық? Жақсы. Қайта өңдеуге. Енді балалар, өте жақсы. Бүгін сабағымыз балалар қалдықтарды өңдеу және қайта сұрыптау, солай ма, саралау, өңдеу, белгілі бір қалдықтардан бір нәрсені жасап шығару және оны біздің экологиямызға зиянын келтірмейтіндей етіп, арнайы осындай көрсетілген жәшіктерге не істеу, орналастыру. Енді қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, балалар, біздің қаламызда екі жылдықта, 2-3 жылдың шамасында өзіміздің демалып баратын ДРК деген жерді білеміз, осылай ма? Торговый центрге барған кезде қасында экопункт болған бізде. Арнайы макулатура кітаптарымызды, жаңағы жинаған баклажкаларымызды барлығын тапсырып апарған жағдайда сіздерге азғандай тиын болса да апарған дүниеңізге қарай беретін еді, солай ма? Сондай экопункттерді көбейтсе және әр қаламызда орналасқан мектептерде осындай қоқыстардың түрлерін пластикті пластикке, қағазды қағазға тастауды үйренсек, нұр үстіне нұр болар еді. Солай ма балалар? Яғни біздің мектебіміздің өзінде экологиялық жұмыстары жақсы жүрек деп ойлаймын. Қоқыстарды орнымен тастап білейік, табиғатты аялайық, экологиямызды таза ұстайық деп бүгінгі сабақты жақсы өтті деп есептейміз.